Девочки по прилету сразу келіп тонирование жасаттық шашымызға. Все писали слишком светлые волосы, да это же не конечный итог. Кто осветлился, они должны знать, что когда светлеешь, надо походить, их шапта, потом тонирование активнее. Вот в самый раз. Керек цвет мешает. Вот сидели мы, замутили сегодня такую вот красоту. Карамельный такой классный цвет. Прям кайф. Прям довольна. Классно освежилась. Классно, когда все находится в одном месте. Шашымнан шығып, қазір енді өзім косметологыма келдім. Прям вовремя. Қазір мезотерапияны жалғастырамыз. После укладки, думаю, мы не испортим. Кто на меня давно подписан, они уже знают, что я собираюсь делать. Айына бір рет осылай өзіміздің қанымызды алып, плазма жасап, өзіміздің витаминімізді шашымызға құямыз. Это для роста волос, чтобы шашымыз здоровый болып, жылтыр болып өскенде. Бастаймыз. Плазматерапия вот осылай процесс. Өзіңіздің қаныңыздан плазманы жасап, шашыңызға құяды. Шашыңыз жылтыр, здоровый болып өскеніне күшті пайдалы. Алдында салғанда негізі көп сұраған ауырама деп. Әркімде негізі болевой порог дейді ғой, әртүрлі болады, но терпимо. Маған ауырмаса, бәлкім сізге ауырып қалады, или сізге де тоже ауырмайды деген сияқты. Косметологқа келгенде негізі бәріне дайын болып керек, зато результат будет хороший. Мен Диля хейр-стилист, оказывается, тоже с клубом записалась. Да. Она говорит, мен 25-тен кейін ғана жазылып жатырмын дейді, бірінші рет. Вот 20-25, мне кажется, самый раз, да, или как? Результат прям хороший. Негізі барлық нәрседе солай ғой. Бір рет жасасаң, ол қатыр жазатып бермейді. Прям курспен қатыссаңыздар күшті. Всем советую, девочки. Айына бір рет баратын процедуралардың бірі ол лазерная эпиляция. 6 ай толық курсты өтіп, результатқа жеткеннен кейін мен сияқты тек қана поддерживающий курсқа келіп жүресіздер. Мен баратын студия Лазер Шуга студия. Они очень заботливые, подарили мне еще такую масочку. Итта қолымды сол жол бойсын шығарып барамын. Жатыр кішкен ғой. Амет болу? Сол кешігіп Сенің түске дейін ұйықтайтын мамамасы пациентің. Мен деген басқа адамдарға аузымды қатты ашпаймын да, неқта түсім жоқ қой. Скоро имплант қоямыз. И айда сұрсаң ашпай жатырмын ғой, ұялшы. Сөйтсем мен білем ғой дейді ғой. Ашамыз. Имплант өзім салдым ғой? Магия сайт врач. Магия сайт врач. Да, түсің кішкене шығып тұрған ғой, осы түсі үшін тағы бағамен үшін ұрып қойып. Бағамен ұрып берді. Надеюсь, ол күнге шешеміз. Бір түсім ғана капризный болып отырға сонда, и коронка қоямыз. Қазір ол бексіл. Шешеміз беріп саламыз.